Тойымсыз тиын. Мына ағашты бір қора тиын мекендеп алған. Бұл жаңғақ ағашы. Ал ана бір ағаш маймылдардікі. Онда банан өседі. Одан әріректегісінде үкінің ұясы бар. Жеміссіз жабайы тал. Бұл мекенде тек осы 3 ағаш қана өседі екен деп ойлап қалмаңыз. Бұл маңда ағаш та, сондай-ақ олардың тұрақты қоныстанушылары да көп. Біз бүгін тиіндер туралы әңгіме етеміз. Тиін жарықтық өте ұқыпты ғой. Бір жылын алдын ала ойлайды. Жаңғақ ағашының өн бойына салып алған ұялары қандай сүйкімді. Әбден пісіп, сабағынан үзілместей болған жаңғақты қақшып алып, қыстық азығының қатарына қосады. Қосады да көңілі тойып, бір рахаттанып қалады. Қыстан артылып, бұзылып кететіндей болса, оны алып жаңғақ ағашының маңына жерге көмеді. Көмгенде де кез келген жерге көме бермейді. Әр қайсысына бөліп берген қоймаға ғана көмеді. Жерде жақсы сақталған жаңғақты көктемде қазып алып, азық етеді. Бұл ағашты тиіндердің бар тіршілігін алақандағыдай бақылап, бір көзімен ұйықтаса, екінші көзі ояу отыратын кәрі тиін бар. Өзі ағаштың ұшар басын мекен етеді. Оның ұясы да көп тиіндердікіндей көзге түсе бермейді. Неше бөлмелі екені де белгісіз. Әйтеуір күндіз күнге қыздырынып, ұя аузында жалғыз отырады. Кейде түн уағында іші жарылып, ойыны қанбаған 1-2 бала тиін далаға шыға қалса, ағаштың ұшар басында күндізгі орнынан бір қозғалмаған кәрі тиінді көріп, қақарынан ығып, іннен қалай шықса, солай зып етіп кіріп кетеді де, ұйықтауын күтіп сығалауға кіріседі. Кәрі тиінді сығалаудың өзі ойынның бір түріне айналып кетті. Сөйтіп жүріп ақ, сілесі қатып, қалай ұйықтап қалғандарын өздері де білмейді. Бір күні кеш қарая бала тиін ұясынан атып шықты. Шықты да кәрі тиінді көріп, біреу қуғандай тырқылдап, ұясына қайта кіріп бара жатқанда, бір түпке жамырай шыққан 3 жаңғаққа маңдайымен соғылды. Қақ алдында тұрған бұтақты көрмей, басын ауыртып алған тиін жыламсырап інге кіріп кетті. Кіріп келіп, «Әке, ана бір жаңғақ пісіпті, жинап алсаңызшы», деді. «Ертеңге дейін пісе түссін, аламын», деді әкесі терезеге қарап. Таңертең сыртқа шыққан әке мен бала кешегі жаңғақты таппай қалды. Жерге түскен шығар деп жерге түсті, жоқ. Біраз жерге домалап кеткен болар деп, ағаштың айналасын түгел қарады. Зым-зия жоқ. Ұрлап алып, біреу-міреу жердегі қоймасына көмген шығар деп, қойма маңын қарады. Онда да жоқ. Ешқандай қойма кешелі бері қазылмапты. «Кеше мына бұтадан жаңғақ алмадыңдар ма?» деп көргендердің бәрінен сұрады. Ешкім алмапты. Ағаштың ұшар басында я ояу екені, я ұйықтап отырғаны белгісіз, кәрі тиін тапжылмай отыр еді. Ол жоқ іздеген тиіннің даусын естіді ме, жоқ әлде естімеді ме, әйтеуір әу деп тіл қатпады. Одан сұрауға бұл тиіннің батылы да бармады. Ақыры жоғын таппай, оны сол күйі жылы жауып қоя салды. Бір ғажабы, сол күннен бастап ағаштан жаңғақ жиі жоғалатын болды. Тиіндер көрші маймыл, үкі, тіпті құмырсқаларға дейін
күдікпен қарай бастады. Бірақ қанша сақ болса да, ешкімді ұстай алмады. Есесіне күндіз орнынан бір қозғалмайтын кәрі тиін түнімен бұта-бұтаны аралап, серуендейтінді шығарыпты. Бірақ одан ешкім күдіктенбеді. Жаңғақ ағашы да үнемі жаңғақты үйіп төгіп бере бермейді ғой. Оның да демалатын жылы болады. Бір жылы аз өнім береді, бір жылы жаңғақты үйіп тастайды, ал бір жылдары мүлдем гүлдемей қалады. Мұндай жылдары тиіндер жер астындағы қоймаға жиі қатынайды. Келесі жылы жаңғақ ағашының мол өнім беруін тілеп, ағашты баладай мәпелейді. Жақын жерге егіп қойған жеміс беруіне әлі бірнеше жыл бар жас ағаштарға үмітпен қарайды. Биыл да жаңғақ ағашы демалып қалды. Бір күні біздің кәрі тиін үсті басы жырылып, кәріліктен сөлпейіп кеткен жүні одан әрі жығылып, алба-жұлбасы шығып, бір жерден ентігіп келіп, ағаштың ұшар басына демалып, алқынып, әрең шықты. Мұна түріне қарап, біреу ұстап алып, аямай сабап жіберген бе дерсің. Ау, ата, сізге не болған? Біреу қол жұмсағаннан сау ма өзі? Бізге айт, әкесін танытайық, деді жігіт ағасы жасына жеткен тиін. Оның даусын естіп тұрса да, кәрі тиін бұрылып қарамады. Тек түсініксіз күңкілдеп кете берді. Сол күні ол ұясына кіріп алып, 2-3 күн шықпай қойды. 4-ші күні кеш бата есік алдына шығып, сапар шегерде қомпайып отырған кәрі тиінді көрген бір топ тиін соңынан білдіртпей еріп, қайда барып, кіммен арпалысатынын көздерімен көргісі келді. Ағаш тым-тырыс болып, аспанда үкі ұшып, байғыз даусын шығара бастағанда, кәрі тиін асықпай жерге түсті. Қолына таяғын ұстап алып, ұрыдай жан-жағына жалаң-жұлаң қарап, қараңғылыққа еніп кетті. Біздің сақ отырған 10 тиін соңынан ерді. Ауық-ауық демалып, қараңғыда көзін көлегейлеп, артына жиі қараған тиін ұзақ жүрді. Бір уақытта алып қарағайдың етегіне келіп тоқтады. Ағашты 3-4 айналып, дәл осы ма, әлде басқа ма дегендей пысықтай қарап, жерді қаза бастады. Сол-ақ екен, жерден атып шыққан бір қора суыр тиінді талап тастады. Біздің 10 тиініміз жеткенше суырлар қарасы да көбейіп кетті. Ана жерде төбелес бастасаң, өлетінің белгілі. Сондықтан тиіндер талып жатқан кәрі атасын арқалап алды да, алды-артына қарамай зытты. Зытып бара жатқан бұлардың артынан суырлар: "Бұл біздің аймақ. Ендігәрі бұл маңға рұқсатсыз кіріп, жерімізді қазып, астынан жаңғағымызды алатын болсаң, өлтіреміз", деп айқайлайды. "Қандай жаңғақ? Өз жаңғағымыз өзімізге жетеді", деді бұлардың бірі түсінбей. "Анау алжыған кәрі аталарың ауық-ауық мына жерде менің жаңғақтарым бар еді деп түн ауа келеді де тұрады. Бұл жолы соңғы рет ескертеміз, енді келсе тек өледі", деді олар шын қатулана. Таяқ кәрі етінен өтіп, сүйегіне жетіп, әлсіреп жатқан тиін: "Ол жерге мен жаңғақ көмгенмін", деп сөзін бөліп-бөліп дірілдей күбірледі. Оның күбірін тыңдап отыратын шама қайда? 10 тиін кәрі шалды арқалап алып, жаңғақ ағашына жетуге асықты. Оны айдалада абыройсыз өлтіріп алудан қорықты, ұялды. Не болса да жасы жеткен атамыз абыроймен ағаштың ұшар басындағы өз ұясында жан тапсырсын деп ойлады. Ойлады да үйеға қарай жүгіре берді.
Ал кәрі тиін сандырақтады ма, әлде шыны ма, ауық-ауық күрсініп қойып, тағы қай жерге жаңғақ көнгенін айта берді. Бірақ ол жаңғақтарды енді бұл тиіндер ала алмайды. Себебі ол жерлердің иесі кәрі тиін тыққан жаңғақты біздікі деп ойлайды. Түн қараңғысында мықшыңдап, алыс жерден ауыр жаңғақты өз ағашынан өзі ұрлап алып, ақ тер, көк тер болып көміп жатқанын көргенде суырлар үндемеген. Енді қайтып кеп, сол жаңғағын алғысы келгенде, олар төбелесіп, жанжал шығарып бермей қойды. Жер біздікі, астындағы жаңғақ та біздікі деп қасарысып алды. Қараңғы аспанда жымыңдаған жұлдыздарға қарап, біресе есінен адасып, біресе есін жиып, 10 тиынның қолда солқылдап келе жатқан тиын ата қатты өкінді. Не болса да өз ағашымның айналасына жасыруым керек еді, деп өзі өлім мен өмір арасында жанталасып жатса да, жаңғақтарын қимайды. Сараңдықтан бармағын шайнады. Бармағын шайнады дегенді фразологизм сөз екен деп ойлап қалмаңыз. Шынымен де тісі түсіп, кем ектенген аузы өкініштен қисайып, арықтықтан тырбиып кеткен бармағын шайнай берді. Онсыз да қу шүберектей боп еті қайтқан қу сүйек аш көңіл тиынның бармағынан бір-екі тамшы қан сараң ағып, өкініште 10 көршісінің үмітті қолында үмітсіз сөніп көз жұмды. Ал 10 тиын оны байқамай қалды. Оны селкілдетіп, жаңғақ ағашына аман жеткізсек деп шауып келеді.